Söylemeyeyim. Armısızlar, pavlalдар, еліне сәлем. Қазақ дәстүрге жол, қазақ аналары жасасын. Өстіп, кимешек киіп, халқымызды, ұрпағымызға дәріптеп жүрген аналарға жалынды сәлем. Қарасай ауданынан. Жалынды сәлем дейік. Мен айналып келем ғой. Жоқ, келеді ғой қазір. Мына жағына келin. Мына жағына тұрмаймын ана кісілер. Апай мен неге тұрмайсың? Әй, міне былай тоқта шақырам. Сол жақта кетемін, жаққа. Армысыздар, қазақ аналары. Біз Алматы облысы Қарасай ауданының қазақ аналар дәстүрге жол аналарының үндеуі Салтанат Базарбайқызы. Қазақ елі, бүгінгі мынау біздің Рамазан айының ең соңғы ауызашар кездері болып қалды. Сондықтан біз қазақ еліне, Қарасай аналары үндеу жолдағымыз келеді. Ол үндеуіміз біздің Маңғыстаулық аналар, Маңғыстаудың халқы, Маңғыстаудың елі, осындай 5000 қазақи мына ұлттық киімімізбенен Генетис кітабына енген үшін алғысымызды айтамыз. Құрметті де қадірменді қазақ елі, осылай мәңгілік ел болып, мәңгілік ұлттық мүддемізді осылай бізге паш еткендеріңізге, маңғыстаулықтарға жалынды сәлем. Армысыздар, көкшетаулық ақ кимешекті аналар. Көкшетау елінің халқы, сіздердің ақ кимешек шерулеріңіз біздің рухымызды көтерді. Сіздерге алғысымыз шексіз. Қазақ деген халықтың ақ кимешекті аналарының сәлемін Қарасай ауданынан қабыл алыңыздар. Қазақ елінің туының тұғыры биік болып, еліміздің болашағы берекелі болып, қазақ елінің көк туы мәңгілік желбіреуін тілейміз. Сіздерге жалынды сәлем. Көкшетауға жалынды сәлем. Қазақ аналары дәстүрге жол. Жамандық болмасын. Кеуіліміз шат болсын, өміріміз ұзақ болсын. Сол өмірімізді немере шөберелерімізбенен, келін ұлдарымызбенен өткізуді Алла нәсіп етсін. Осы оразаның ішінде әрбір отбасы, халқымыз, елімізбен барлығымыз бірігіп, тыныштығымызбенен ауызбіршілігімізді Алла тағала нәсіп етсін. Кімнің қандай ойлаған ойы бар, әрбір оттың басында сол ойлар орындалып, жақсы, қуанышта, ауызбіршілікті қауышып жүре беруді Алла нәсіп еткей. Еліміз бен халқымыздың ауызбіршілігі бір болып, тірлігі бір болып, бір жағадан бас шығар, бір жеңнен қол шығар. Алдымызға ұстаған мақсаттарымыз болса орындалуды Алла тағалам нәсіп етсін. Және де барлығымызға ауызбіршілікпенен денсаулық, бақыт, байлық, діндік, өмірлік берсін. Әумин, Алла қабыл етсін.
кереметтей бір орысша айтқанда фурор дейді. Бір жаңалық жасады әжелер, Қарасай ауданының әжелері. Мынау ақ кимешектің құдіреті Астананың көшесінде ақ кимешекпен жүрген әжелерге атысы түсіп, жаяу жатып қарады десең өтірік емес. Автобуста, аялдамада, көшеде бәрлері әжелер түсейікші сіздермен суретке деген. Ал енді бізді марапаттаған кездегі құрмет енді ол бір ерекше. Фильм ойлағанда жылағанымызда жүрегі атып кетті ғой. Сонан құрмет деген қандай жақсы, жылы сөз, адамды құрметтеу бір өсіреді екен өзіңізді. Сосын ондай жердегі бір сезінгеніміз, мына Зәмзаш айналайын дұрыс айтып отыр. Еліміздің әнұран ойналғанда орнымыздан тұрып, қазақ деген халық екенімізге қуандық. Қазақстан деген отанымыздың барына қуандық. Осы қаншалықты қазақты қырам десе де, жоқ етем десе де, Құдайдың арқасында халық болып қалғанымызға, осындай қалыптасқан мемлекет болғанымызға жүрегімізді бір қуаныш кернеді. Көзімізге жас келді десе өтірік емес аналар. Енді қазақ бұрыннан тойлаған Наурызды. Өйткені қазақ табиғатпен етене өскен халық. Малын табиғатқа қарап өсіріп, көктеуі болған, жайлауы болған, күздеуі болған, қыстауы болған қазақ қой. Ал енді бұл Қазақстанға Наурыздың келуіне еңбек еткен менің анық білетінім Өзібек Әлі Жәнібек деген қазақтың бір туар азаматының арқасында келген. Ол өзі министр болған кезде соны пайдаланып, Москвада біздің халық бұрыннан тойлаған деп алдына Мұхтар Шахановты салып сол кезде сөз етіп тұрған. Осы Наурыз тойын тойлауға рұқсат алып келген екен. Біз енді сол Наурыз тойы мына Челек жақта Тескен су деген ауылдың жанында бір жазық саздауыт жер бар еді, сол жерде тойладық. Моңғолиядан ұшқан алғашқы космонавты келді. Енді бір керемет болды. Таңғалып елдер енді. Қазақтың дастарханы жылқымызды сойып, қазақ үйге бәрін осы жайнатып қойып, шұбат қымыз дейсіз бе, балық дейсіз бе, басқа дейсіз бе? Міне қазақ осындай өмір сүрген деп, шетелден көп адамдар келді. Ана космонавт есімде қалыпты. Содан ренжімеңдер айтпады. Иә, барлық қыздар. Кім бар міне? Бағдагүл бар. Иә, Бағдагүл бар. Әйтеуір апай айтты ғой енді, бәрін танып алам бірте-бірте. Енді мына еңбектерің жемісті болсын. Алла қолдасын. Бірінші адам ата Хауана дейміз, бірінші Алла дейміз, адам ата Хауана дейміз, ата бабаның аруағы дейміз. Ең бірінші мынау ақ кимешектің қасиеті түспес екен, кірлемес екен деп тілеймін. Мынау жоғалып жатқан халықты алып қалған аналар, қазақты қазақ қылып алып қалған аналар, осы бастамаларыңызға Құдай бір күш қуат берсін. Осы ауырып жатқанды ұмытып, міне келіп жатырсыздар. Иә, отырсыздар мында. Әзір үйге барғанда бәлдеріңіз төсекке құлайсыздар, ақып деп.